Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы Ұлықбек Есдәулеттің «Біз түркілерміз» атты өлеңінің көркемдік сипаты. Сабағымыздың мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдау. Ұлықбек Есдәулеттің «Біз түркілерміз» өлеңі түркі халықтарының тарихи тамыры мен рухани бірлігін дәріптейтін патриоттық туынды. Өлеңде асқақ пафос пен ұлттық рух тамаша сипатталады. Өлеңнің алғашқы жолдарынан бастап-ақ ақын түркі халқының биік рухын, тарихи мақтанышын асқақ пафоспен жеткізеді. Біз түркілерміз, көк аспандай жарқылдап күркірерміз, көк аспанның бұлтындай сілкінерміз. Бұл жолдарда түркі халқының күш-қуаты мен бірлігі көк аспанмен салыстырылып, олардың мызғымас бірлігі мен қуаты бейнеленеді. Ұлықбек Есдәулет өзінің «Біз түркілерміз» атты өлеңінде түркілердің шығу тегін көк бөрі мен көк тәңірмен байланыстырады. Көк бөріден туғанымыз рас болса, көк тәңірден қуаттап біз түлерміз. Сонымен қатар өлеңде түркі халқының жауынгерлік сипаты мен батырлық рухы айқын көрінеді. Атқа мінсем кетемін аруақтанып, қылыш көрсем кетемін қайраттанып деген жолдарын оқығанда біз түркілердің батырлық рухы мен жауынгерлік қасиеттерін байқаймыз. Көркемдегіш құралдар автордың шығарманы әсерлеу, бейнелеуіне септігін тигізіп, оның шеберлігін танытатын құралдар. Ондай құралдарға ажарлаудың, құбылтудың түрлерін жатқызуға болады. Олар эпитет, теңеу, метафора, метонимия, кейіптеу, аллегория, синекдоха, литота тағы басқа. Ал енді мұқият тыңдаңдар. Теңеу заттың не құбылыстың ерекше белгілерін басқа затпен, не құбылыспен салыстыра суреттеу. Келеді желдей зуылдап, жеткізбейді шұбар ат. Атқан оқтай зырылдап, жал құйрығы суылдап. Алпамыс батыр жырынан. Эпитет, айқындау, заттың не құбылыстың айрықша сипатын, сапасын, белгісін білдіретін суретті сөз. Алтын күнді, қара жерді сағындым. Жан жолдасым, жүйрік желді сағындым. Жұмабаев, сағындым. Ассонанс, бірыңғай дауысты дыбыстарды қайталау. Ашу деген ағын су. Алдын ашсаң, арқырар. Ақыл деген дәрия. Алдын тоссаң, тоқырар. Қазыбек би. Аллитерация, бірыңғай дауыссыз дыбыстарды қайталау. Түніменен түйіндік. Таң атқанда тарандық. Таң ағарып атқан соң, төңірек жаққа қарандық. Махамбет, соғыс. Ажарлаудың бұл түрлері поэзияда да, прозада да кездеседі. Ұлықбек Есдәулеттің ажарлау мен құбылтудың түрлеріне берген анықтамасымен танысты оқушылар. Енді өлең жолдарынан ажарлау мен құбылтудың түрлеріне талдау жасап көрейік. Ең алдымен эпитетке. Өлең жолдарымен таныстық. Енді өлең жолдарындағы асқақ арман, өктем үнін, күмбезі асқақтаған қаймақ қалық сөз тіркестері эпитетке жатады. Метафораға ғасырлар өктемінің жұтып қойған, кеудемізді билеген асқақ арман, ғасырлардың бетіне қалқып шыққан өлең жолдарын жатқызамыз. Теңеу көк аспандай, көк аспанның бұлтындай деген жолдары жатса, риторикалық сұраққа қай дұшпанның алдында іркілерміз деген шумақ жолы жатады. Ал анафораға біз түркілерміз, біз түркілерміз, біз түркілерміз деп бірнеше рет қайталануы бұл анафораға жататыны бесенеден белгілі. Ал аллитерацияға көк аспандай жарқылдап күркірерміз, көк аспанның бұлтындай сілкінерміз, көк бөріден туғанымыз рас болса, көк тәңірден қуаттап бір түлерміз. Жыр жолы аллитерацияға жатады. Ассонансқа атқа мінсем кетемін аруақтанып, арасында желік бар еттерінің, атқа мінсем кетемін айбаттанып,
өлең жолдары жатқызамыз. Назарларыңызға рахмет. Пікірлеріңізді астына жазып кетіңіз.